Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді тағам гуляш дайындаймыз. Ол үшін біз 500 грамм сиыр етін жуып, ұзынша етіп турап аламыз. Видеода көрсетілгендей. Бір жуаны да ұсақтап турап аламыз. Енді табаға май құйып, етті қуырамыз. Туралған жуаны саламыз, оны да қуырамыз. Бір ас қасық томат пастасын қосамыз. Араластырып, 100 грамм су құямыз. Қақпағын жауып, 10-15 минут пісіреміз. Бір ас қасық ұн қосамыз. Араластырамыз. Енді саңырауқұлақтарымызды қосамыз. Менде қатырылған. Егер балғын болса, яғни свежий, оны қосуға болады. Араластырып қуырамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. 100 грамм су құйып, бұрыш қосып, ақырын отта соусы қоюланғанша пісіреміз. Шамаменен 15-20 минут болады. Сол арада гарнир дайындаймыз. Мен күріш пісірдім. Гарнирі әр түрлі болуы мүмкін. Макарон немесе езілген картоп өз қалауыңыз біледі. Табаға 2-3 ас қасық май құйып, жуып қойған 500 грамм күрішті қуырамыз. 5 минуттай. Тұз қосамыз. Күрішті жауып тұратындай су құямыз. Жоғары отта пісіреміз. Суы тартылған соң, күріштің бетін қақпағымен жауып, күріш піскенше буда пісіреміз. Дәмі тіл үйіретін өте дәмді асымыз гуляш дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға, балаларыңызға, қонақтарыңызға ұнайды. Назарларыңызға рахмет, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.